О, ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Біреке, класстас, қалайсың? Жақсы аман сен өзің? Құдайға шүкір жүрміз. Сені әшейінде шақырып келтіре алмаймыз. Қай жерде айдап келді? Енді естіген шығарсың, Ереке. Ана салып жатқан кішігірім үйді бітіріп, соған кіргелі жатырмын. Кішігірім 3 қабатты үй дейсің ғой. Соған байланысты дастархан жайып, мына өзің сияқты жаны жайсаң атпал азаматтардың басын қосып бір шай берсем ба деген ниет бар. Соған алдың әдейілеп келіп тұрмын досым. Құтты болсын бауырым. Барамыз ғой әрине, қуаныштан қалмаймыз. Құрдас қалып кетпесін. Қараған басың жалғыздан жалғыз келіп тұр ма тағы? О құрдасың қалмайды сенің. Ол менен бұрын дайын тұрады ғой. Айтпақшы, Серікке айттың ба? Өз класстастардан үшеуміз ақ қалды ғой. Жоқ. Серіктің мұнда не қатысы бар? Итшілеп күнін зорға көріп жүрген адам, тұратын жері анау, біреуінің үйінде времянкада. Нанын зорға тауып жүрген адам ғой ол. Не қыласың ол? Біздің ортаға лайықты адам емес ол. Сонда сенің ортаңа қандай адамдар лайықты? Енді өзің бар, Жәкең бар, Асекең бар. Бауырым, өзіңнің қандай адам екенін білдіріп қойдың ғой. Не бұл? Жаңағы айтқан жаны жайсаң атпал азаматтарың, ақшасы, қызметі, мансабы барлар болып тұр ғой сонда. Қанша қиындық көрсе де, ешкімнің алдында аузын ашып, алақан жаймаған, қарапайым күн кешсе де, өз арбасын өзі сүйреп жүрген Серік сияқтылар сенен дәрежесі төмен болып, сенің ортаңа лайық болмағаны ма? Дүние деген қолдың кірі досым. Бүгін бар, ертең жоқ. Қазір шалқып, белшігінен батып кешіп жүрген дүниенің көзді ашып жұмғанша жоқ болып кетпейтініне кім кепіл? Күндердің күні келіп, сен де қарабайыр жағдайға тап болсаң, құдайыңдай сыйлап жүрген жаңағы өзің айтқандай жаны жайсаң сымақ азаматтарың жаныңнан табылатынына сенімсің ба? Ақша, дүние, мансап дей бермей, рухани байлығымызға да мән берген жөн. Жарайды, Құдайға шүкір, ақшамыз да жеткілікті, қызметіміз де бар. Бірақ біздің ақшасы, қызметі жоқтардан қай жеріміз артық? Не үш көзіміз, төрт құлағымыз бар ма еді? Адамды бұлай бөліп жарма, бауырым. Барлығымыздың да баратын жеріміз бір. Рухани кедей болсаң, миллиондаған теңгеңнің көк тиында құны жоқ. Ойлан, Нұреке. Ойлан. Алло. Да. Серік! Серік! Ассалаумағалейкум. Қалай бауыр? Ассалаумағалейкум. Нұреке, қалайсыңдар? Жағдайларың қалай, жақсы ма? Жақсы. Аллаға шүкір, жақсы. Маржан, Маржан. Қалайсыңдар? Жүрсің? Тегі хабарласпайсыңдар? Көрінбейсіңдер ғой? Қол тимейді қайтер досым. Енді. Нұреке, қалайсың? Сен де көретін күн бар екен ғой. Қалайсың бағы? Жақсы шүкір, өзің Маржан, қалайсың? тез шайын ғой, дастархан жасай бер. Не қазір? Рахмет. Асығысың мен, жұмыстарым бар. Асқаныз? Жоқ, рахмет Серік. Жоқ па, шай. Мен сендерді қонаққа шақырғалы келдім. Жаңа үйге кіргелі жатырмын. Бәрекелді бауырым, құтты болсын. Қуаныштымын, құтты болсын. Құтты болсын, Құдай қаласа жұғысты болсын бәріміз. Бізге де. Соған байланысты ертең достарымды, біраз адамдардың басын қосып бір тамақ берсем деп едім. Соған мына мекен-жай, ертең Маржан екеуің міндетті түрде келетін болыңдар. Болды, барамыз. Мен онда біраз жұмыстарым бар еді, Серік. Не, шай ішіп кетуің керек еді. Басқа күні. Келесі жол міндетті түрде шай ішуге. Жақсы, ертең келетін болыңдар әбден. Жақсы. Айналайын бауырым. Маржан, ана жинап жүрген тиын тебендерді санашы, қанша болып? Досымның шаңырағына жақсы бір кілем алайық. Серік, ол ақшаға үйге бір зат аламыз деген еді ғой. Зат батты қоя тұр, айналайын. Досым шақырған кезде жақсылап үлкен бір кілем апарайық, ұят болады. Ақшаны құдай